Сәлем баршаңызға, бүгін манпар тамағын дайындайтын боламыз. Тағам құрамы экранда көрсетілген. Сиыр етін жақсылап жіңішке етіп тураймыз. Туралған еттің көлемі өте кішкентай емес, немесе өте үлкен емес, орташа қалыппен кубиктап тураймыз. 4 қасық су майды құйып, қазанды қыздырамыз. Одан кейін осы етті салып, үстіне жуаны турап саламыз. Жуамыз біздің жіңішке болып турау керек. Қазанға етті және жуаны 1 ас қасық тұзды саламыз. Барлығын жақсылап қуырып, 1 кішкене қасық қара бұрыш қосамыз. Қазанда 5 минут қуырамыз. Одан кейін баяу отта 20 минут өзінің буына етті қайнатамыз. Еттің буы тартылып, жуаның суы тартылып болғаннан кейін осы дайындалған көкөністерді ішіне саламыз. Алдымен дайындалған сәбізді етпен бірге 5 минут қуырамыз. Одан кейін қазанның қақпағын ашып, қызанақты салып ішіне тағы да 5 минут қуырамыз. Сол кезде томат сығындысынан 2 ас қасық салып, тағы 1 мәрте баяу отта қуырып шығамыз. Осы уақытта қайнатылған 2 кружка су, яғни 400 грамм су дайындап қоямыз. Еттің үстіне 2 кружка суды құйып, 1 қайнаған соң газдың отын баяулатып, қақпағын жауып қоямыз. Қайнаған мезеттен бастап қазанның ішінде етті көкөністермен қоса 20 минут қайнатамыз. Баяу отта 20 минут қайналған етке үстіне туралған картопты саламыз. Картоптың пісу уақыты 20 минут. Одан кейін үстіне дайындалған жаймамызды кубиктап турап саламыз. Сізге сулы манпар қажет болса, суын көбірек құйсаңыз болады әдеттегіден. Егер сізге манпар қою күйінде ұнайтын болса, суын азырақ құйсаңыз болады. Астарыңыз дәмді болсын.